балабақшада жүрміз балалар, солай ма? Балабақшаны аяқтағасын біз қайда барамыз? Мектепке. Кім айтады мектеп деген не? Жанасыл? Мектеп деген үлкен бір отасы. Айтасың, мектеп деген үлкен білім ордасы, біз білім алуға барамыз. Кім кішкентай болып тілейміз, үлкен болып шығамыз, иә? Білімді біз кітаптан аламыз. Кітапты оқу үшін біз нені білуіміз керек? Біз әріп танысып жатырық па әріппен? Олай болса, бүгінгі іс-әрекетіміз сауат ашу, иә? Жаңа әріппен таныспас бұрын өткенде есімізге түсіріп алайық, иә? Кім айтады дыбыс деген не? Кім айтады дыбыс деген не? Абдурахим? Дыбысты аузымызда айтамыз, құлағымызда естиміз, тіл біліміз. Дұрыс айтасың, тілдер білім. Әріп дегеніміз не? Алтайыр? Қолымызбен жазамыз, көзімізден көреміз. Әріптен оқимыз. Дұрыс айтасың. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Кім айтады? Дыбыстар көркем? Дыбыстар екіге бөлінеді. Қандай? Дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс. Дұрыс айтасың. Ал сөз неден құралады? Сөз неден құралады? Кім айтады? Сөз неден құралады? Кім айтады? Сөз. Я? Сөз. Ерсат айта қойшы. Сөз. Сөз әріптен және дыбыстар құралады. Дұрыс айтасың. Ал сөйлем неден құралады? Сөйлем неден құралады? Кім айтады? Абдурахим? Сөйлем сөздерден құралады. Дұрыс айтасың. Сөйлем неше сөзден құралады балалар? Бір сөз сөйлем бола ала ма? Жоқ. Сөйлем неше сөзден құралады? Екі. Кім айтады? Сөйлем. Сөйлем немесе немесе одан да көп сөздерді құралып, тиянақты ойды білдіреді. Дұрыс айтасың. Тиянақты ойды білдіреді. Мысалы, алма десек, онда ол сөз, алма жедім десек, онда ол сөйлем. Бізге алманың жегенімізді білдіріпті. Дұрыс айтасың. Ал балалар, біз өткен сауат ашу іс-әрекетінде қандай дыбыс және әріппен таныстық? Абдурахим? Сауат ашуда біз Б әріпімен. Дұрыс айтасың. Б дыбысы және әріпімен таныстық. Ол дауысты дыбыс дейді, дауыссыз дыбыс дейді. Есімізге түсірейікші? Дауысты ма, дауыссыз ба? Иә, Бексұлтан? Дауыссыз. Дұрыс айтасыңыз. Қандай текшемен белгілейміз? Көп. Енді таңда. Б дыбысынан басталатын сөздер білеміз ба? Кім айтады? Еңелек? Бауырса. Дұрыс айтасың. Айлина? Барабан. Дұрыс айтасың. Азимжан? Бауыр. Дұрыс айтасың. Тағы. Әмин? Бауыр. Дұрыс айтасың. Бексұлтан? Бауырсақ. Айтты Жанасыл. Бала. Дұрыс. Енді бала деген сөзді буынға бөлейікші балалар? Қалай ойлайсыңдар? Неге екі буын бар? Өйткені олардың ішінде екі дауысты дыбыс бар. Екі дауысты дыбыс бар. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Ал балық деген сөзді қатыстырып, кім маған сөйлем құрайды? Балық деген, иә? Мен Айгүл балықты жеді. Айгүл балық жеді дейді. Айлина? Балықты көрді. Дұрыс айтады. Айгүл балықты көрді дейді. Әмин? Абай балықты суға салды. Дұрыс айтады. Балық суда жүреді екен, иә? Суға салды дейді. Бекіш? Мен балықтың суретін салдым. Дұрыс айтады. Мен балықтың суретін салдым. Тамаша. Өткен Б әрпі есімізге қалған екен, өткен әріп. Енді жаңа әріппен танысу үшін сендерге ойлауға тапсырма беремін. Мұқият тыңдаңыз. Балалар, баяғыда біздің ата-бабаларымыз сотовый телефон, телевизор, ғаламтор болмаған кезде қалай ойлайсыңыздар? Қол көтеріңіз. Қалай байланысты деп ойлайсыңыз? Алтайыр? Дұрыс. Хат арқылы байланысқан, иә? Хат арқылы байланысты. Ал енді хат дегенде бірінші құлағыңызға қандай дыбыс? Олай болса балалар, бүгін сіздермен танысамын деп Х дыбысы және әріпі келді. Не кассыда мен аштым. Сіздермен Х дыбысы және әріпімен танысамыз. Айтасыңыз. Айтайықшы бәріміз. Сөз аламыз ба? Ән қылып айта аламыз ба? Олай болса ол қандай дыбыс? Дауыссыз. Айтасыңыз, дауыссыз. Қандай текшемен белгілейміз?
Х әрпі жаңағы айтқан хат тұр, иә? Бұны алыстағы ағайындармен, әскерге кеткен ағалармен, оқуға кеткен апалармен, біздің мама-папамыздың мама-папалары хат арқылы байланысқан. Хатқа сәлем қызым, қалайсың? Сіздерде ауа райы қалай? Бізде бәрі жақсы. Өзіңнің көңіл күйің қалай? Сабағың қалай деп ақ қағазға жазады дағы. Мынандай хат қалтаға салады хатты, ішіне сыртына мекен жайын толтырады. Алматы қаласы болса Алматы қаласы, бірдеңе деген көше, бірдеңе деген үй деп адрес жазылады. Қай жерден келгені жазылады мекен жайы. Соны поштаға апарып, салып, сол почта сол мекен жайға жеткізіп, сол хат арқылы байланысқан екен. Қараңыз, енді мынау Х-ның бас әріпі, мынау кіші әріпі, бас әріппен қандай сөздер жазылатын еді? Адамның аты, жердің аты, судың аты, қаланың аты, және әлемнің бас әріпі. Айтасыңыз, сөйлемнің басы бас әріппен жазылады, иә? Ал кіші әріп сөздердің ортасында. Ертең мектепке барғанда сіздер диктант жазасыңыз, шығарма жазасыңыз, мазмұндама жазасыңыз. Сонда сөйлемнің басын бас әріппен, сөйлемнің соңында нүкте деген тыныс белгіні қойып, сөздердің ортасында кіші әріп жазылады екен, иә? Енді хаттан басқа Х әрпі қандай сөзде кездеседі екен? Есіңізге түсірейікші? Хабар, дұрыс. Хат, сосын қандай сөз? Хан. Дұрыс айтасыңыз. Хан, хат, хабар. Хабар дегенді бұнға бөлейікші? Хабар. Екі болды. Дұрыс айтасыңыз, екі болды. Ал хат деген сөзді қатыстырып кім сөйлем құрайды? Холодильник. Дұрыс, ол орыс тілінде, иә? Оны қазақ тілінде біз мұздатқыш дейміз. Холодильникті, мұздатқыштың орыс тіліндегі баламасы ол холодильник. Қазақшасы алдия мұздатқыш. Дұрыс айтасың. Холодильник дегенде де бүгінгі танысып отқан Х дыбысы және әріпі кездеседі екен. Дұрыс айтасыңыз. Тамаша. Олай болса ағалар, бүгінгі Х дыбысы және әрпіне қатысты тапсырмалар, ойын тапсырмалар орындарыңыз келеді ме? Иә. Болса өздеріңізге ұнаған орталықтарға барып жайғасып, бүгінгі іс-әрекеттің ойын тапсырмаларын бірге орындайық. Жарайсың. Көрсетіп отыр. Иә? Енді сенкі қандай? Екі алма. Тамаша. Көйлек. Дұрыс па қызым көйлегі ғой? Дұрыс алып тұр ғой. Сенкі қандай? Азимжан сенкі не? Қане көрсет. Маған не зат алдың? Мысық. Дұрыс сенікі. Көркен? Дұрыс. Иә. Иә. Сенкі? Дұрыс. Тамаша. Жарайсың. Иә. Енді ортаға қоямыз. Енді ортаға бокалдарыңызды қоямыз. Енді сендер шашыны айналдырын. Қандай әріп түсті, соны маған айтасыңдар. Қандай әріп түсті? Апай маған мынандай түсті. Иә.
Yemek kızartılmak sevgili. Yıkıldan beri var. Namık şeyi karar beri var. Apa ne buldu? Mene, senki tona tabasın. Sen onu tabasın. Onu da Apa bitirdi. Koşa, ya, koşa. Olay bitirdi. Ben, karandaş alalım. Karandaş, Azimcan. Koşa, ana жерде қандай әріп тұр, соны қоша. Апай таптым. Перизат, мынаны қоша қойсын. Мен де таптым. Жай бұрылыш. Апай мен істедім. Бәрін тап, ішінен тап. Қандай әріп тұр, тап соны. Тап. Қандай әріп тұр, соны тап. Қандай дұрыспен. Уды таптың ба? Апай мен де Үні таптың ба? Таптың ба? Үзбейсің ба? Үні таптың ба? Сен бүгін ойып жатқан? Х дыбысы. Қайрақшалардан Қ дыбысын жасаймыз. Былай сырайсың. Былай алдыңа сырып қойды. Қасыңа жасай бер. Қ дыбысын қостырады. Жарайсыңдар балалар. Енді Х деген дыбысты неше таяқшадан жасадық. Сол санды табамыз. Екі санды табамыз. Х дыбысын екі таяқшадан бастап иә, жарайсыңдар сәйкестендіріп қойыңдар. Келесі енді балалар, иә, мен қазір сендерге тағы тапсырма беремін. Және қыздардың карандаш қойдым. Ештеңе етпейді. Кетті орындаймыз. Егі сақтаймын. Енді келесі ойын тапсырмасы. Қ әрпін жазып, иә балалар? Қ әрпін жазып. Салма келесі тапсырма. Карточкамен ойнаймыз. Не жасаймыз? Енді карточка беремін. Берем бәрімізге. Ұста карандашты. Қара. Басқа әріптеріміз екі сызық, сосын төбесін.
Олай болса, кішкене бой сүйретіп алайық, Қазір бізде жылдың көктем мезгілі, көктем мезгіліне байланысты бой сүйретіп аламыз. Барлығымыз бірге. Терделерге ағаштар, алдымнан жерге седі, кіп-кішкентай ағаштар, үлкен болып өседі. Тамаша, жарайсыңдар, тағы бір рет. Терделерге ағаштар, алдымнан жерге седі, кіп-кішкентай ағаштар, үлкен болып өседі. Тамаша, жарайсыңдар. Енді балалар қарай тыңдаңдар. Басқа да достарыңыздың ойын тапсырмаларын білгіңіз келе ме? Енді орындарыңызды ауысып барамыз, Маған келгендер енді математикаға барады. Математикадағылар маған келеді, өздеріне ұнаған орталықтарға бара қойыңыздар. Өздеріне ұнаған орталыққа ауысады. Жаңағы барғаныңызға қандай айтсың? Димаш қандай? Не бар қара ішінде? Көрсетші ме? Дұрыс айтасың, тамаша. Дұрыс таптық, Енді қана көрсет, Бүгінгі танысып атқан қадырысы және әрпіміз екенде қойып. Енді шаршыларды алайық. Шаршыларды алайық. Шаршы. Соны лақтырым. Қандай әріп маған айтыңыз. Мадан келетін сөз айта. Мама деп дұрыс айтасың. Түсінді? Үйді. Үйден келетін сөз айта ал енді. Үй дұрыс айтасың. Түсінді? Қандай сөз айтасың?
Жауып қоямыз. Бұл хаттың есімін көреміз. Altıға әшіққа сегізіміз әсіққа намасы әсіққа
қолыңызды саусағыңызбен құрастырайықшы, иә? Менің саусақтарым үлкен, бұл бас әрпі, үлкен Х. Сіздердің саусақтарыңыз кішкентай, кіші әрпі Х. Х әрпін біздің саусақтарымыздың көмегімен құрастыруға болады екен, иә? Х дыбысы және әрпін. Құрастырайық. Үйге барып, аналарымызға айтамыз. Бүгін біз Х дыбысы және әрпімен таныстық. Міне, таныстық. Қолымызбен құрастыруға болады деп көрсетеміз, балалар. Түсінікті ма? Енді кім маған хат деген сөзді тақтаға жазып береді? Абдурахман, келе ғой. Кәсіби жазады. Өзі жазып. Қазір дұрыстық талдау жасаймыз. Дұрыс жазды ма? Қарайықшы, Абдурахман, жарайсың. Оқиықшы. Әріпке оқыма. Енді кім дұрыстық талдау жасап береді? Перизат келе ғой. Перизат дұрыстық талдау жасай ғой. Мына жерден керекті енді ал. Дұрыс. Перизат дұрыс жасады ма? Х дауыссыз, А дауысты, Т дауыссыз дейді. Дұрыс та балалар? Дұрыс, жарайсыңдар. Ақылы бар, тамаша. Жарайсыңдар. Харфтан басқа қандай сөзге келеді екен? Х дыбысы және? Хабар, сосын? Хан, дұрыс айтасың. Хабар дегенді оңға бөліңізші. Хабар. Холодильник жаңа айттым ғой? Холодильник деген. Дұрыс. Енді бүгінгі іс-әрекет сіздің қызықты жеріне келіп, атайыр дұрыстап тұрамыз. Әдемі отырайықшы бала. Әдемі отырамыз. Дұрыс. Мен бүгінгі іс-әрекетте сіздің аналарыңызға жақындап келе жатқан мерекелеріне арнап хат жаздым. Сол хатты сіздер үйіңізге барып, аналарыңызбен бірге оқимыз. Түсінікті ма? Қазір ашпаймыз, аналарыңызбен бірге осы хатты бірге бүгінгі сауат ашу бәрімізге берем. Іс-әрекетінде оқимыз аналарымызға. Мен хат жазып жібердім сіздердің бүгінгі іс-әрекетке қалай қатысқандығыңызды, қандай аналарымызбен бірге оқимыз. Аналарымызбен бірге оқимыз. Жарайсыңдар. Бер қараймыз. Балалар, бүгінгі іс-әрекет ұнады ма сіздерге? Әрине ұнады. Маған да өте қатты ұнады. Мен сіздерге ризамын. Сіздер барлығын меңгердіңіздер, иә? Мен сендерге өте ризамын. Сендер болашақ білімді ұрпақсыңдар. Сау болыңыз айтамыз. Сау болыңыз. Димашқа